қазақ ұлтында қазақ салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары көп. Біз нақтылай қыз көру салт дәстүрін айтатын боламыз. Қазақта қызды кім көрмейді, қымызды кім ішпейді деген мақал қыз іздеген жігіттерге жол ашады. Ондай жігіттерге ешкімнің наразылық білдіруге тосқауыл жасауға хақысы жоқ. Керісінше жігіттерді салтанатпен қарсы алған. Ауылдың бойжеткен өр мінезді, еркін қыздары мұндайда қыз көретін жігітті біз көрелік деп персене шығып, жігіттермен өнер сынасқан. Жігітте олар да сын көзбен қарап, өз ойын ашық айтқан. Осында жолда бірін-бірі сынаған қыз жігіттер айтысқа түскен. Осыдан кейін ұнатқан жастар сөз байласып, жігіт жағы да құда жіберген. Демек, жігіт пен қыз бірін-бірі ұнатқан жағдайда да құдалық жолы жасалған. Олай болса, бұрында қыз жігіттің ұнатып, сүйіп қосылған кездері болған.